Assalamu alaikum урматтуу эл кабар YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен амансыздарбы? Бүгүн биз сиздерге тест кабардын бул чыгарылышында Ош Араван трассасынын боюнан Кеңеш айылынан сатыла турган 5 сотук жер тилкесиндеги 4 бөлмөлүү үйдү тартып көрсөтөбүз. Андан назар салыңыздар, сиздерге дарегини толук түшүндүрө кетейин. Эгерде сиздер Ош тараптан келген болсоңуздар, машина базарды билесиздер, андан өтсөңүздөр Кеңеш айылы, Кеңеш айылындагы сол тарапка бурулган ушул поворотты бардыңыздар билесиздер. Бул Гүлбар Төлөйкөн айылына бурулуучу поворот. Ушул жолдон чыкпастан асфальт жолду бойлоп түз барсаңыздар мечит келет. Мечиттен оң тарапка буруласыздар. Ошол жактан дагы дарегини толук түшүндүрөбүз туугандар. Мындан дальше кетсеңиздер Араван тарапка бет аласыздар туугандар. Эми жүрүңүздөр. Маалыматты жеринен берейин. Урматтуу туугандар, келе жатасыздарбы? Жанагы мен көрсөткөн асфальт жолдон чыкпастан түз келе бериңиздер. Жолдун сол тарабына карасаңыздар, Малабеков 37-даректеги мечит көрөсүздөр. Ушул мечиттин бет маңдайындагы ушул асфальт жолдон оң тарапка бурулуп, бир 100-150 метр жүргөндөн кийин бетон забордон ичкери киресиздер. Ал жакта мектеп курулуп жатат. Мектептин маңдайында сатыла турган үйдү тартып көрсөтөмүн. Анда жүрүңүздөр, ошол жерден толук маалымат беремин. Урматтуу достор, жанагы сатыла турган үйдүн дагы дарегине келип жеттик. Андыктан жанагы биз көрсөткөн жол менен түз келсеңиздер, мына бул имаратты көрдүңүздөрбү? Бул ошол Загот базанын өзүнө түшүп жаткан мектеп экен. Толук курулушу бүтө элек, бирок азыр курулуш кызуу жүрүп жаткан учуру. Жанагы сатыла турган үй мына ушул жерде жайгашкан. Мектептин жанында өтө жакшы, тынч, сос объектилерге бүт бардыгына жакын жерде жайгашыптыр. Туугандар, эми ошол мектептин артты тарабынан бери бурулуп кирип келе бересиздер. Ушул жол аркылуу келгенде эле ушул жердеги видеодон көрүп жаткан үйдү жолуктурасыздар. 5 сотук жер тилкесинде жайгашкан. Ээси башка аймакта болгондугуна байланыштуу телефон аркылуу байланыштык. Ал берген аманат маалыматтарды бир четинен сиздерге айтып баяндап бергенге аракет кылайын. Туугандар, анда мен маалымат берүүнү баштадым. Чек аралары мына ушул жерден көчө тарабы такталыптыр. Үйдөн 2 метр нары эсептелинген. Коңушу менен жерлер аныкталып, ташталган. Андан дальше бул жака келе турган болсоңуздар, мына унаалар турган жерден түз тетиги забор, бетон забордун акыркы бурчуна чейин. Бул тарабы ошол сиздерге карайт. 5 сотук стандарт 25-ке 20 узун тууралары. Бул эми туугандар, дагы бир нерсени айтып өтөйүн. Бул жанагы Татар айылына жетпеген жерде. Кичи Төлөйкөн деп дагы айтылып келинет. Эл оозунда ошондой, документинде Кичи Төлөйкөн. Жанагы мен айткан дарек боюнча келе бересиздер эми. Бул үй 10-го 10 размеринде түшкөн. Азыр эми жүрүңүздөр, сиздерге үйдүн ички шарттарын, бөлмөлөрүн көрсөтөйүн. Сырткы жасалгасын өзүңүздөр көрдүңүздөр. Кара шубагы болгон, кум шубакталган, айнек терезелери пластик, чатыры болсо түнүкө шийпыр менен жабылыптыр. Чорный потолок болгон. Жүрүңүздөр. Бул жердин кенендигин дагы бир көрсөтүп коеюн. Эгерде 3 очок, тапчан же временка жана ушундай курулуштарга окшогон курулуштарды сала турган болсоңуздар, бул жагы кенен. Үйдүн артынан дагы ход кылып кое турган болсоңуздар дагы болот. Ага эми 1-2 метр месте каралган атайын. Эгерде бул жага кичине коро сарай сала турган болсоңуздар, мал жандыктарыңыздар үйдүн арты менен акырын каттай берет. 1 метр, 2 метр местелер калтырылган. Мына кенендиги кенен бекен. Жүрүңүздөр, эми үйдүн ички бөлмөлөрүн тааныштырайын. Бурун эшиктер орнотулган, жапжаңы бойдон. Мынакей. Киргенде эле коридор. Коридордун узун туурасын айта турган болсок, 7-ге 2. Ар бир бөлмөгө өз-өзүнчө эшик аркылуу кирип кетесиздер. Тушта душ туалеттин орду, бул тарапта 2 бөлмө, бул тарапта 2 бөлмө. Жүрүңүздөр. Бул бөлмөгө оң тараптан кире турган болсок, оң тараптан баштайлы. Бул бөлмө шесть кран. Бул жагы 5-ке 3,5. Бул тараптан 3, бул тараптан 1. Жалпы 4 айнек терезелеринин орундуктары каралган, коюлган. Бул жагы болсо черный потолок болгон, асты болсо стяжка болгон. Электр монтаждары дагы бүт бардыгы даяр.
Туғандар, мұны жерден канализацияның турбалары қосылады, андан кейін, қойылғандан кейін, сіздер стяжка қылып, пол қылып, өзіңіздердің тәбетіңіздерге жараша ремонтыңыздарды қыла бересіздер. Бұл үйдің ұзын тураларын айттық, 3,5-ға 5. Жүріңіздер еме, кейінгі бөлмені көрсетейін. Баса, вытычкалары дағын бар. Зымдарды көрдіңіздер бе? Софиттердегі жана лампанықы бүт бардығы тартылған, даяр. Шпаклевка болған. Эми, мына электромонтаждары евромонтаж болған. Ар бір бөлменің өзінің автоматтары өзінше жайғашқан. Андан өтсеңіздер, бұл жағы спальни, 3,5-ға 4, жол тараптан бір терезе орындықтары қаралған. Потолокы көз чаптыра тұрған болсақ, бұл жағы натяжной потолок ыңғайланыштырылып, утепление болған. Жақшы, бұл жағы әме душ туалеттің орды екен, толық бүтелік, 2-ге 2,5. Мына шындай. Бұл тарапқа баш бағалычы. Бұл дағы деле жанағы біз көрсөткөн бөлмөнүн екінші тарабы. Сол тараптағы 3,5-ға 4. Қаласаңыздар детский, қаласаңыздар ательде уктоочу бөлмө кылып пайдалансаңыздар болот. 2 бөлмөнүн бирөөсүн ошондой кылып пайдаланасыздар. Потолоктагы кудум ошондой. Бұл күн батыш тарапты қарап тұрған бір терезе орындықтары қаралған. Жақшы, бұл бөлме болса, қонақ бөлмесі 15 шақты қонақ келе тұрған болса, кеңірі ушыл жерден тосып ұзата берсеңіздер болады. Бұл дағын 3,5-ға 5 ұзын турасы, 4 тарауында ұшы қарасаңыздар, 4 жерінен терезелер, пластик терезелер қойылған. Мына, пластик. Атайын чымын чиркейлер үшін нашындай тордағын қойылған. Наушыл атайын чымын чиркейлер үшін. Эми, туғандар, мұның басы қанша болды деп қызық отсаңыздар керек. Азыр айтабыз. Есі айтқан. Бұл үйдің басы $45,000 бағаланды. Есінің номер экранасынан қамтылады, өзіңіздер дағы чалып байланышып, дағы толық малымат алсаңыздар болады. Ош арабан жолына аз эле бір 700-800 метр ылдыйлап жүрсеңіздер жетесіздер. Сос объектілердің бүт бардығына жақын. 200 метр нары жүрсеңіздер мечит. Андан дальше біраз 50 метр өтсеңіздер. Тетігі жерде мечит бар, анын артында садик бар. Маңдайыңыздарда өзіңіздер көріп тұрасыздар. Жаңыдан мектеп құрылып жатқан учуру. Электр тоғыдағын тартылып келінген. Бұл жерде болса таза судағын шыққан туғандар. Үйдің ішіне чейін тартып алсаңыздар болады. Сіздерге шығарып тағын бір көрсетіп қойын. Мына су шығат бұл жерден туғандар. $45,000 баланды. Нәсіп қылсын, сіздерге нәсіп қылсын. Жаланғана жақшылықтар болсын, тояштар өтсін. Біз анда жиынтықтадық. Есін номер экран астында қамтылған. Чалыңыздар.